Баршаңызға ассаламу алейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді қонақтар келген кезде дастарханға қоятын күлшелер пісіретін боламыз. Яғни жұмсақ сүттен жасалған күлшелер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге ұн, сүт, сонымен қатар тұз, дрожжи, қант, сұйық май, сары май, сонымен қатар жұмыртқа қажет болады. Алдымен сүтімізді жақсылап тұрып жылытып аламыз. Оның үстіне дрожжиімізді, қант тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде қант тұз толықтай еруі қажет. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Сары майымызды ерітіп аламыз. Оның үстіне сары майымызды құямыз, сонымен қатар сұйық майымызды құйып араластыратын боламыз. Араласып болғаннан кейін үстіне 3-4 ас қасық ұнымызды салып, тағы да араластырып қойып қоямыз 5-10 минутқа. Бізде дрожжиіміз өзі көбіктеніп көтерілетін болады 5-10 минуттан кейін, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды жарып салып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қажетті грамдарын бәрін описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайды, қонақтарға да ұялмай дастарханға қоюға болады. Жақсылап қамырымызды илеп алып, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Арасында 1-2 мәрте басып қойсаңыздар болады, сонда күлшелеріміз өте биік болып көтеріліп піседі. Бізде қамыр орташа жұмсақтықта болады, қатты емес, қатты жұмсақ емес, тура орташа жұмсақтықта болады. Енді осы қамырларымызды 8-9 бөлікке бөліп, әрқайсысын өлшеп жасадым 100 грамнан. Осылай бөліп алғаннан кейін бетіне жұмыртқасын жағып, күнжутын сеуіп, сәндеп қойдым. Духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Пісіп жатқан барысында осылай жаңағы зубочисткамен осылай тесіп шығамыз. Сонда біздің нанымыздың ортасы да көтеріліп кетпей, өзін формасын әдемі ұстап пісіп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, аз болсын жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар. Алдыда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ортасынан кесілді, ортасы да пісіп шығады. Еш уайымдамай жасап көріңіздер.